Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі біздің кітап көрмесінің тақырыбы Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасының құрылғанына 100 жыл. Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасы Қазақстан аумағындағы Ресейдің құрамындағы әкімшілік шекаралық бірлік, Қазақтың ұлттық автономиясы. Ол 1925 жылдың 15 маусымынан 1936 жылдың 5 желтоқсанына дейін өмір сүрді. Бастапқыда бұл автономия Қырғыз автономиялы социалистік кеңес республикасы 1920-25 жылдарда аталып келді. Кейіннен 1925 жылы КАКСР орталық атқару комитетінің төрағасы Қырғыз деген атауды Қазақ деген атаумен алмастыру туралы қаулысымен Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасы деп аталынды. Әкімшілік орталығы алдымен Орынбор қаласында 1920-25 жылдары, кейіннен Қызылордаға 25-27 жылдары, одан кейін 1927 жылдың 4 сәуірінен бастап, нақтылап айтқанда 1929 жылдың дейін аяқталған Алматыға қаласына көшу болып табылады. Елдің шығысындағы алғашқы кеңестік республика 1918 жылдың 30 сәуірінде жарияланған Түркістан автономиялы кеңестік социалистік республикасы болды. Ол Қазақстанның оңтүстігіндегі облыстардың түгелдері қамтыды десек болады. Алайда Түркістанда құрылған алғашқы мемлекеттік ұлттық мемлекетіміз көп өмір сүрген жоқ. 1919 жылдың аяғы мен 20 жылдың басында Қазақ автономиясы кеңестік социалистік республикасын құруға дайындық жұмыстарын бастап кетті. 1920 жылы 26 тамызда Ресей құрамындағы автономиялы Қазақ кеңестік социалистік республикасын құру туралы декрет қабылданды. Астанасы Орынбор қаласы. Дәл сол жылы 4-12 қазан күндері Орынбор қаласында Қазақ кеңестерінің құрылтай съезі өткізілді. Оған 273 делегат қатысты. Осы съезде орталық атқару комитетінің төрағасы Мендешев, ал халық комиссиялар кеңесінің төрағасы болып Радус Зинькович болып сайланды. Съезде мемлекеттік басқару органдары мен азаматтың құқықтары мен міндеттері айқындалды. Біздің көрмеміздің бірінші бөлімінде сіздер Қазақ даласына келген ұлы октябрь социалистік революциясы кезінде Қазақстан қалай өмір сүрді, Совет үкіметі қалай келді және қалай орнығып қалды, осы жолындағы барлық ақпараттар сол кездегі монографиялық жәнегі зерттеу жұмыстары біздің Қазақстан жазушыларының еңбектерін көре аласыздар. Келесі кітап жиынтығы біздің өлкемізде Шығыс Қазақстандағы Совет үкіметінің орналуына арналған. Онда біз жәнегі өзіміздің қаламыздың Совет үкіметінің алғашқы құрушысы Яков Ушанов туралы және Зырян, Бұқтырмадағы, Өскеменде, Семейде Совет үкіметінің орнатылу тарихына арналған осы кітап жинақтарын сіздерге ұсынамыз. Рудный Алтай дейтін кітабымызда сіздер біздің Шығыс Қазақстанның 20-45 жылдардағы дамуына арналған ақпараттар мен мақалалардың жиынтығына куә боласыздар. Қазақ даласына ең бірінші Қазақстан мемлекетінің алғашқы негізін салған Алаш Орда партиясы мен оның үкіметі Алаш Ордаға арналған біздің кітап көрмесіне сіздер Алаш Орда партиясы негізін қалаушы оның көшбасшысы Әлихан Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхановтың және де оның әріптестері болып өткен Алаш Орданың үкіметінің министрлері, атап айтқанда жәнегі Қазақ мемлекетінің жерін алып қалуда ең бірінші өзінің үлесін қосқан Әлімхан Ермеков пен Танашев Уәлитхан туралы ақпаратты мына кітаптан ала аласыздар. Бұл кітаптың авторы Марат Ескендірұлы біздің шығыс қазақстандық жазушы жәнегі ғалым, музей танушы болып табылады. Ол Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетін бітіргендіктен біздің Қазақстан Республикасының алғашқы Алашорда министрлерінің үкіметіне, оның басшыларына жан-жақты бағасын бере отырып, мынандай суреттермен қамти отырып, кітаптың құндылығында сөз жоқ. Себебі Алаш Орда үкіметінің ең бірінші алғашқы резолюциялар мен хаттамаларының барлығы бұл кітапта тарихи
құжат болып есептелінеді. Сіздердің назарларыңызға ұсынатын Алашорда министрлері екі тілде баспадан жарық көрген, сондықтан да қазақ, орыс тілдеріндегі барлық ақпарат, мағлұмат, құнды деректер осы кітаптан таба аласыздар. Жәнегі қазақ даласындағы алаш танушылардың бірі Тұрсын Жұртбайдың кітаптары, жәнегі алаш қозғалысының барлық құжаттарын жиынтығы сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Келесі кітаптардың топтамасы бұл қазақ даласына, қазақ автономды республикасының, кейінгі қазақ советтік социалистік республикасына айналу кезіндегі біздің еліміздегі қазақ мемлекетінің орнығуы, оның қазақ жерлерінің біріктірілуі неге әкеп соқтырды, жәнегі қазақ автономдық республикасынан одақтық республикаға өту тарихтары, құнды мағлұматтар сіздер жәнегі әр жылдарда жарық көрген кітаптар. Мысал үшін 1960 жылғы кітапта Алматы Қазақ Республикасының астанасы ретіндегі мынандай құнды кітаптың куәгері бола аласыздар. Бұл жерде жәнегі Қазақстан Республикасының алғашқы астанасы Орынбор қаласы, одан кейінгі Қызылорда, одан кейінгі жәнегі 97 жылға дейін астанасы болып кеткен Алматы туралы да ақпараттар бұл кітап көрмесінен сіздерге ұсынамыз. Уақыт соқпағында қоғамның даму процесі әртүрлі тарапта жүруі мүмкін. Ресей империясындағы саяси күштердің текетіресі бар мүмкіндіктің шектеулі екендігін анықтап бергендіктен, Алашорда партиясының көшбасшылары да осы шеңберден асып шыға алмайтындығын білді. Алашорда үкіметінің мүшелері толық тәуелсіздікке қол жеткізудің мүмкін еместігін жақсы түсінді. Қалыптасқан жағдайды нақты бағалай білген олар сол тарихи оқиғаның құрбаны болғандықтарын көргендікпен болжай білді. Алаш автономиясы Қазақстан Республикасының құрылуына саяси тарихи жағынан алғышарт жасаумен бірге кейіннен Кеңес одағы тарағаннан соң дүниеге келген тәуелсіз Қазақстан Республикасының саяси құқықтық негізіне де айналды.